DINDIL студио арнасы ұсынады. DINDIL студио арнасына тіркеліп, лайк басып, қолдай отырыңыздар. Балықтарды сұлбаларына қарап табамыз. Ойынымызды бастайық. Бүгінгі ойында 8 аяқ, акула, шортан, кит, дельфин, алтын балық. Мұқият қараймыз. Бұл ненің сұлбасы? Жоқ, қате. Китті басып көрейікші. Жоқ. Мүмкін мына бір балық болар. Көрейікші. Я, әрине, бұл шортан ғой. Ойланып, дұрыс табуға тырысайық, балақайлар. Жоқ, қате. Осы бір 8 аяқ келетін сияқты. Жоқ. Келесі балықты көрейікші. Я, бұл акула. Достар, тағда бір сұлбаны тауып көрейік. Жоқ, қате. Ендеше мына бір акула шығар. Жоқ. Тапқан сияқтымын, қазір көреміз. Я, бұл дельфин. Ойынымызды ары қарай жалғастырамыз. Бұл ненің сұлбасы? Жоқ, қате. Дельфин ұқсайтын сияқты көрейік. Жоқ. Мүмкін мына балық болар. Я, дұрыс, бұл 8 аяқ. Бұл өте қиын сұлба, ойланамыз. Жоқ, қате. Китке ұқсап тұр. Жоқ.
Өте қиын екен табу. Мүмкін мына балық? Я, керемет, бұл алтын балық. Достар, ойланамыз, бұл ненің сұлбасы? Жоқ, қате. Сегіз аяқ ұқсайды екен, басып көрейікші. Жоқ. Ендеше бұл мына балық болса керек. Я, тамаша, бұл кит. Егер де саған ұнаса, осы арнаға жазыл.